ЗПР, ЗПРР, УО немесе аутизмге ұшыраған балаларда қандай ойыншықтар міндетті түрде үйде болуы қажет? Балаға толтырып ойыншық ала берудің қажеті жоқ. Ол үшін тек қана баланың ойлауын, әлеуметтік ортаға бейімделуін дамытатын ойыншықтар ғана керек. Мен сіздерге арнап осы ойыншықтарды ең арзан қай жерден алу керек, соларды дайындап қойдым. Ол үшін комментарийге канал сөзін жазып алып алыңыздар.